сіз жаңа айттыңыз, Шынасылды танимын дедіңіз. Көрдім дедіңіз ба? Танимын деп айттыңыз ғой. Шынасыл дегенде мен Шынасылмен деп қол алысып бірге жүрген адам емес. Ол менің көршім емес. Маған Нұрғанат айтты. Мама, сізді Абзал Абзал итеріп жіберді деді. Нұрғанаттың айтқан сөзі. Мен Шынасылмен құда түсейін деп, я қыз берейін деп, қыз алайын деп жатқаным жоқ. Сізге мен конкретно сұрақ қойын деп отырмын. Танығанда деп қолынан ұстадым деген жоқпын ғой сізге. Осы балалардың келесі сұрағыңызды қоя беріңіз. Осы балалардың ішінен көрсетіп бере аласыз ба Шынасылды? Ешкім подсказ бермесін тек қана. Танисыз. Міне сіздің артыңызда отыр ғой Шынасыл деген. Тұрыңыздаршы, сотталушылар. Жоқ, бәрін тұрыңдаршы. Барлықтарыңыз тұрыңыздаршы. Жоқ, сіздің арқаңызда тұр ғой. Менің артымда көп адам тұр. Тура сіздің арқаңызда тұрған. Жоқ. Бірінші, екінші, үшінші. Ішіне кіріп көрсетейін, есігін ашып. Жоқ. Орныңызда тұра беріңіз. Қорғаушы. Бұл жерде мен сізге ескерту жасаймын. Жоқ, енді Шынасылға мен солай деп айтып тұрғаным үшін, бұл кісі қорғаушысы болған үшін алғанын ақтау керек қой ол кісі. Нешінші тұрғанын айта аласыз ба? Нешінші тұрғанын айтып беріңізші? Нешінші тұрғанын? 4-ші болып тұр. 4-ші. Тұрыңыз, қалғандарыңыз отырыңыздаршы. Нені Қажыбай подсказал? Нені айтты ол? Қарсылықтарыңыз қабылданбайды. Жақсы, отыра беріңіз. Ұлықсат болса... Сотталушы отыра беріңіз. Келесі сұрағымды қойын. Қандай киімінде болды? Көк спортивкада болды, қара кепкада. Қара кепкада? Қара кепкада деп басып алды бетін. Мені құлатып жібергеннен кейін. Түсінікті. Ал енді қалай құлатты сізді? Қай жерде құлатты? Оқиға болған жерде сіз болдыңыз. Сіз мына жерге шығыңызшы, мен сізді құлатып көрсетемін, қалай құлағанымды. Мен сізге қай жерге құлағаныңызды сұрап отырмын. Жерге құладым. Магазиннің қасында ма, үйдің қасында ма, жолда ма, қандай жерге құладыңыз? Жерге құладым. Кәдімгі Құдайдың жаратқан жеріне құладым. Магазиннің мына жағында, ана жаққа адамдарға қарап жүрем деп жатқан кезімде. Магазиннің қасында құладыңыз ба? Магазиннің тура алдында емес, магазиннің бұрышында. Түсінікті. Ал енді сіз жауабыңызды айтқансыз, пышақ көрмедім деп. Қазір? Тұра тұрыңыз. Қай жауабын? Мен сізге пышақ көрмедім дегенде шылтыраған Жәбірленуші, бірдеңелерді көрдім дедім. Тұра тұрыңызшы. Бұл кісінің жауабы 20-шы томның 1-ші бетінен басталады. Енді оқысаңызшы соны. Жариялауыңызды сұраймын. Тұра тұрыңыз, отырыңызшы. Жәбірленушіге мен рұқсат беріп тұрмын ғой айтқанға.